Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз гидравликалық машиналар. Жалпы балалар, біз өткен сабақта қатынас ыдыстар тақырыбын өттік. Есімізге түсіріп өтейік, қатынас ыдыстар деп біз ортақ түбі бар ыдыстарды қатынас ыдыстар деп атаған едік. Енді бүгін гидравликалық машиналар. Гидравликалық машиналар дегеніміз не? Гидравликалық машиналар деп біз іс-әрекеті, қозғалыс заңдары мен сұйықтардың тепе-теңдігіне негізделген машиналарды атайды екенбіз. Назар аударайық. Жалпы гидравликалық машиналар бізде ең қарапайым гидравликалық машина екі цилиндрден тұрады екен. Оның бірі кіші, екіншісі үлкен цилиндр. Суретте көріп отырғандарындай, сендерде екі түрлі өзара ортақ түбі бар. Екі цилиндр берілген, бірі кіші, бірі үлкен. Енді осы цилиндрлер үшін қысымды жазып көрейік формуласын. Бірінші цилиндр үшін P1 тең бізде F1 бөлінген S1. Бұл жерде F1 мынау түсірілген заттың күші, екінші S1 бұл жерде осы цилиндрдің поршынның ауданы. F2 бұл жерде үлкен цилиндрге түсірілген бізде кіртасының күші, S2 осы поршынның ауданы екен. Енді балалар, осы екі қысымды өзара тең деп алатын болсақ, яғни P1 тең P2 дейтін болсақ, онда бізде формуламыз, яғни оң жақтарын теңестірсек, сол жақтары да өзара тең деген сөз. F1-дің S1-ге қатынасы бізде F2-ның S2-ге қатынасына тең. Немесе өзімізге ыңғайлы түрде F1-дің F2-ге қатынасы бізде S1-дің S2-ге қатынасына тең. Міне балалар, бізде қорытып шығарылған негізгі формула осы гидравликалық машиналардың негізгі формуласы екен. Яғни күштердің өзара қатынасы олардың аудандарының шамасына тура пропорционал болып табылады екен. Яғни бұл жерде F1 бөлінген F2 бол күштен 30 алатын физикалық шамамыз екен. Кез келген гидравликалық машина оның үлкен поршынның ауданы, оның кіші поршынның ауданынан қанша есе артық болса, сонша есе күштен 30 береді деген сөз. Яғни аудандарының қатынастары неғұрлым көп болған сайын, демек бізден осы гидравликалық машиналардан соншалықты көп күштен 30 ала аламыз деген сөз. Күштен 30 алу дегеніміз, жалпы балалар, ол жұмыстың өнімділігін арттыру деген сөз. Бұл гидравликалық машиналар бізде үлкен-үлкен зауыттарда, үлкен фабрикаларда адам атқара алмайтын қиын жұмыстарды атқару үшін ойлап табылған машиналардың түрі екен. Балалар, түсіндік, гидравликалық машиналар деп тағы бір рет қайталап өтейік. Іс-әрекеті, қозғалыс заңдары мен сұйықтардың тепе-теңдігіне негізделген машиналарды атаймыз. Және де оның негізгі формуласы F1-дің F2-ге қатынасы, яғни бірінші цилиндр мен екінші цилиндрге түсірілген күштердің қатынасы олардың поршындердің аудандарының қатынасына тура пропорционал. F1-дің F2-ге қатынасы бізде күштен 30 беретін формула екен. Біз гидравликалық машиналармен таныс болдық, енді гидравликалық преспен танысып өтейік. Гидравликалық пресс бізде гидравликалық машиналар сияқты екі цилиндрден тұрады. Бірі кіші, екіншісі үлкен. Сәйкесінше екі поршыны бар, бірі кіші, екіншісі үлкен екен. Енді жұмыс істеу принципіне тоқталып өтейік. Жұмыс істеу принципі бізде осы кіші цилиндрдің поршынын төменге қарай ығыстырудан басталады екен. Ығыстыру арқылы біз осы кіші цилиндрге қандай да бір қысыммен әрекет етеміз. Бұл қысым бізде сұйықтың, яғни кіші цилиндрдің ішіндегі сұйықтың үлкен цилиндрге қарай ығысуына әрекет жасайды екен. Осы ығысу барысында балалар, бізде мынау үлкен цилиндрдің платформасы жоғары қарай өз қозғалысын бастайды екен. Жоғары қарай қозғалысын бастаған кезде, мысалы бізде мынау сары дене А деп аталатын болса, А денесі үлкен платформаға қарай сығылады, ығысады. Енді уақыт өте келе бізде осы кіші цилиндрдің ішіндегі қысым азаяды, және де қысым азая бастаған кезде мына бізде үлкен цилиндрдің мына жерде қақпақшасы болады, осы қақпақша жабылады. Бұл қақпақшаның жабылу себебі сұйықтың үлкен цилиндрден кіші цилиндрге қарай ағып кетуіне мүмкіндік бермейді. Осы кезде бізде тағы бір қақпақша, мына жерде осы кезде тағы бір қақпақшамыз ашылады да, және де төменде көрсетілген мына резервуардан кіші цилиндрге қарай сұйықтықты жібереді екен. Кіші поршынның төменге қарай бағытталған келесі жүрісінде тағы бір рет бізде ығыстыратын болсақ, төменге қарай қақпақша жабылып, сұйық қысыммен мынау қақпақшаны ашып, үлкен цилиндрге қайтадан енеді екен. Осы кезде манометр қысымды бақылап отыру үшін қажет. Манометр қайда десеңіздер, манометр міне белгіленген. Манометр жалпы қысымды өлшейтін құрал. Міне осылай бізде гидравликалық пресс жұмыс жасайды екен. Яғни
қысымның тікелей қатысы бар екендігін көріп отырмыз. Мен балалар, гидравликалық пресстер күштен үлкен поршеннің ауданы мен кіші поршен ауданының қатынасына тең ұтыс береді екен, яғни S1-дің S2-ге қатынасы. Гидравликалық машиналарда бізде F1-дің F2-ге қатынасы болса, онда бізде гидравликалық престе бізде S1-дің S2-ге қатынасына тең ұтыс береді екен. Енді балалар, мынадай есепті қарастырып көрейік. Ауданы 50 см квадрат, кіші поршенге 100 Ньютон күшпен әсер ету арқылы гидравликалық машинаның көмегімен қандай жүкті көтеруге болады? Үлкен поршеннің ауданы берілген 200 см квадрат. Балалар, есептің шарты бойынша берілген құрастырамыз. Кіші поршеннің ауданы бізде 50 см квадрат, оған түсірілген күшіміз бізде 100 Ньютонға тең. Үлкен поршеннің ауданы берілген 200 см квадрат. Енді осы үлкен поршенге түсірілетін күшті анықтауымыз қажет. Енді балалар, мынадай суретті саламыз. Бұл гидравликалық машинаның суреті. Жалпы кіші цилиндрден және үлкен цилиндрден тұрады. Сәйкесінше кіші цилиндрдің ауданы S1, үлкен цилиндрдің ауданы S2. Түсірілген күш кіші цилиндрге F1, үлкен цилиндрге F2. Енді осы екі цилиндрге де байланысты қысымды жазамыз. Қысым формуласы P1, F1 бөлінген S1, P2 екінші цилиндр үшін F2 бөлінген S2. Енді осы екі қысымды өзара теңестіреміз. Онда бізде оң жақтары тең болса, сол жақтары да сәйкесінше тең болады деген сөз. Яғни F1-дің S1-ге қатынасы F2-ның S2-ге қатынасына тең. Осы жерде F2 бізде күші белгісіз болып тұр, қалған мәндері бар. Физикалық шамалардың сол үшін біз F2-ні осы жерден өрнектеп шығарамыз. F2-ні табу үшін біз F1 мен S2-ні көбейтіп S1-ге бөледі екеміз. Формуланы жазып, сандық мәндерін қоямыз. 100 Ньютон көбейтілген 200 см квадрат бөлінген 50 см квадрат. Осы жерде сантиметр квадрат пен сантиметр квадрат қысқарып кетеді. 100-ді 50-ге бөліп жіберсең 2, 2-ні 200-ге көбейтсең 400 шығады. Сонда 400 Ньютон. Жауабы 400 Ньютон болады екен. Бүгінгі тақырып түсінікті болса, онда бізде мынадай жазбаша тапсырмалар бар, орындап жібереміз. Сау болыңыздар.